Алдыңғы сабағымызда number'ды әбден көрдік. Енді string'ді көрейік. Бұның жазылу формасы number'ды бірақ өшіріп тастайық. Енді мұнан string деген өзгертейік. Мысалы var деп жазамыз. Str-ді қояйық. Мынау болса бос string, яғни ішінде ештеңе жоқ деген сөз. Мысалы console не болмаса cl дегенді басып, enterді басып қойсаңыз шыға келеді. Str не? Ештеңе көрінбейді не? Бос. Ал енді мысалы сәлем деген сөз болса, бұның өзі бір 5 шардан, яғни 5 әріптен тұратын бір сөз. 5 әріптен тұратын бір сөз. Мұнда аманшылық. Ал енді бұны бұлай жазуға да болады. Яғни мына код деген бір тал болса да, осы екі тал болса да істей береді. Яғни shift-ке мына белгіні бассақ, немесе осы белгінің өзін бассақ, екеуі де ұқсас. Мына белгіні shift-ке қосып бассақ, бұл мынаған тең болады. Бұл тең болады мынау. Ал енді мынаның өзі осыны ғана басқанға тең. Осылай жазуға да болады. Ал енді бұның ішіне мынаны келтіруге де болады. Міне. Сәлем, аманшылық. Ал енді екеуін алмастырсақ та болады. Сәлем, аманшылық деп. Мында. Қалай жазсаңыз өз еркіңіз, бірақ ең жақсы бұлай жазған дұрыс. Ең сырты мынадан басталғаны. Өйткені басқа тілдерде де осындай болады. Яғни осы тайпына болған әсері өте күшті тілдер бар. C#, C тіл деген сияқты. Отырда мына string деген дабл кодпен белгіленеді. Ал енді шар болса мынандаймен белгіленеді. Шар дегеніміз бір әріп. Міне, S деген бір шар. Ал енді бұл әзір string болып тұр. Әсілінде бұлай болса шар болу керек еді. Ал енді мына JS-де бұның барлығы string-ға жатады. Ал енді string-да length деген метод болады. Мысалы str-дің length-ін көрейік. Яғни ұзындығы деген сөз 1 дейді. Ну, бұлай болсын. 7 дейді. Яғни мынаның саны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 саны. Жалпы ұзындығы. Ал енді escape character дейді. Escape character, яғни міне жерде қарап көрсек, мына сияқтылар, мысалы мынаның ішіне тағы осындай жазбақшы болсақ, міне бүйтіп жазып, одан кейін міне екеуін бүйтіп ортасын бүйтетін болсақ, мынау бұлай көрініп қалады да, яғни мынаны біздің бір айнымал шама екенді ойлап қалады. Содан кейін
Bunu мынандай менен, яғни теріс қараған слэш осы менен белгілеп дұрыстап көрсетуімізге болады. Жерден көрейік. Міне. Бұлай жазбақшымыз ғой. Ал енді анауда оқсас. Мұнамен белгілесек. Мында. Бұлай көрінеді. Бұл ерекше неменедер. Ал енді мұнаның өзі тағы бар тағы. Өзінде осылай жазамыз. Мында. Не бір талып қана шығарады. Одан кейін B, F, N, R, T, V дегендер бар. Бұлар, мысалы, T-ді көрейік. T деген міне. Бос орын қалдырды. Бұл тәп деген сөз. T дегеніміз тәп. Яғни, мына тіл тақтамыздың сол жақ үстен санағында үшіншісі тәп деп тұрады ғой. Сол. Яғни, оңға қарай мына жерден тәпті басқа қасақ міне. Bir абзацтың басталуы бір тәппен басталады. Әрқандай абзац мысалы news деп көрейік. Содан кейін мысалы біреуін ашайық. Ашсақ, мынадарда жоқ қой. Мына абзацтардың басы бүйтіп бір мынандай аралық қалдырып тұрады ғой. Мына жерде ештеңе жоқ. Бұлайға information деп басталады. Осы сияқтыны тәппен белгілейді. Ал енді никаң деген жол алмастыру. /n. Міне 4 астыға қарай түсіп кетті. Яғни мұны жол алмастыру белгісі. Ал мұны тәп. Осы екеуін біліп алсақ болды. Қалғандарын өздеріңіз көріп біле жүріңіздер. Міне backspace дейді. Мұнаға біздің мына бос тіл тақтамыздың астындағы ең ауданы ең үлкен астында тұратын сол ғой. Бос орын қою яғни. Ал енді үлкен ұзын жол. Ұзын жолдарды белгілеу. Яғни мына жерде мына жерге лорм дегенді кіргізекте көшіріп алайық. Мұнан бәрін жоқ етейік. Міне мынандай ұзын жол. Мынандай болып көрінеді. Ал енді осыны біз жазып бұлай қарай астыға түсірмекші болсақ, мысалы жерден кесіп ап, астыға түсіріп өстігінде де дұрыс көрсетейік десек, бұл келмейді. Мысалы үлкен қателік шығады. Міне. Бұны келтіруге де болады. Яғни артына мына белгіні жазамыз. Мынағанда мынаны жазамыз. Мынағанда мынаны. Мынағанда мынаны. Жол алмастырған жерімізге осын жазсақ, міне, дұп-дұрыс көрінеді. Бірақ мына жерде ешқандай өзгеріс болмайды. Мынан барлығын бір жол екен деп ойлайды, міне. Өзді бір жол ғой. Ал енді тағы бір түрлі жазу әдісі бар. Яғни мынан бүйтіп қосу дейсіз сақта болады. Мынаған қосамыз. Міне, астындағыларменен мына екеуін қостық. Яғни қосу деген стringға келген кезде қосуды бір көре салайық. Мынау қосылған, мынау, яғни A, B десек, міне екеуін біріктіріп жаз деген сөз. Ал енді бір мен екіні көрейік. Бір қосылған,
2 десек, онда бұда бұлай жазылады. Ал енді мына біреу санға айланып кетсе, бұда міне бұлай жазылады. Өйткені артындағысы стring ғой. Ал енді сан болған кезде оқсамай қалады. Міне 3 есептейді. Бұлардың парқын біліп, өздеріңіз зерттей жүріңіздер. Және stringді объект қылуымызға болады. Яғни, міне жазып қойған. str дегеніміз new string. Яғни жаңадан бір string құрдық. Содан кейін сәлем. Бұны менен бар str 2 деп қойық. New жоқ, бұған new қылмай сәлем деп қойық та, екеуін салыстырып көрмейміз ба? Кешегі бұда number сияқты, біреу object, біреу number. Ал енді жерге str 2 менен мынау бәсе неге оқсамай қалды десем, str 1 менен str 2 әдеттегідей мәні жағынан тең ба дейік. Мәндері тең ба? Иә, мәндері тең дейді. Ал енді мәні менен типі бірақ тең ба дейік. Емес дейді. Өйткені мынау object, ал мынау string. Жерде өзіміз көре салайық. Міне type of, яғни str 1-дің type'ын көрейік. Object дейді. Өйткені не string object қылдық. Ал енді ананы str 2 type'ын көрсек не string дейді. Өйткені екеуі мәні ұқсас болғанмен type ұқсамайды. Ал енді string методтарын көрейік. Length дейді, бұны көрдік. Жаңа неше екенін көрдік қой. Индекс опты көрейік. str 1 индекс оп A деген әріп нешінші орында тұр дегенді іздеу. Индексін табу. Қарайық. Бірінші орында дейді. Яғни міне бірінші орында. Бұл не қалай бірінші орында? Бірінші орын әс болуға дейсіз ғой. Бірақ программада барлық сан 0-ден басталады. Яғни мынау 0-ші орында тұр. Әс. Мынау бірінші орында, мынау екінші орында, мынау үшінші орында, мынау төртінші орында тұр. Яғни 0-шісі әс. Ал біріншісі А, екіншісі ыл деген сияқты осылай кете береді. 0-ден бастайды барлығы. Array дегенді өтеміз, одан кейін JSON-ды өтеміз, сол сияқты басқа объекттерді өтеміз. Басқа тайптарын бірақ өткен кезде барлығы дерліктей 0-ден басталады. Ұзындығынан бір сан кем аяқталады. Яғни мына ұзындығы 5, бірақ мына 4-шісі деп. Ал енді search дейді. Бұны көрейік. Бұда 1 дейді. Бұда мұнамен оқсас. Алдындағымызбен. Енді екеуінің не парқы бар? Екеу тең ба дейді. Search болса, екінші аргумент дала алмайды. Ал енді индексі болса, мұна regular expression деген бар. Алдында жазғамыз, соны ала алмайды. Мысалы, бүйтіп жазуымызға келмейді. Яғни, A дегенді іздемекші болғанымыз осы сияқты келмейді.
Ал мынау индекс болып болса келеді. Индекс опты көрейік. Міне, -1 дейді. Жоқ дейді. Бұл неге жоқ? Әстері 1 деп қапыз ғой. Әстері 2 бұда да жоқ дейді. Болды, бұның артынан көрейік. Slice дейді. Slice деген кесу. Slice болсын, substring болсын, substr болсын, барлығы кесу. Slice'ты көрейік. Мұнан алып тастайық. Өзімізді жаңылдырмайық. Str slice міне start енді деген 2 аргументі болады. Оның ішінде индекс деген басталуы осы объекттің, string объекттің басталуы. Яғни стартты бір дейік. Енді дегенді 2 дейік. Да, А дейді. Мысалы, міне жер 0, міне жер 1, 1 менен 2-нің аралығы А ғой. Осыны алды. 4-ке декім десек, әле дейді. Яғни сәлем деген ішіндегі 2-ден 4-ке декім аралықты алды. Ал енді 2-де 4 десек, міне ле. Ең соңғысын яғни қамтымайды. 4-ші ғой, бұны қамтымады. 2-шісін алды міне. 2-шісі мұнау, 3-шісі мұнау. 2 мен 3-ті алды, 4-ті алған жоқ. Ал енді substring бұда мұнамен негіз оқсас. Ал енді бұл екеуінің парқы slice деген теріс санды да ала береді. Ал енді мұнау substring болса оң санды ген алады. Мұна теріс санды алдырып көрейік slice-ға. Slice теріс сан, мысалы -2-ден -1-ге шейін дейік. Не шығады екен? Е шықты. Яғни мұнау 0 ғой. 0-ден кейін бұлай айланып кеп, мұна артына кеп, мұна екеуін бұлай жалғай салғанмен тең қылып отыр ғой. Артына кеп, мына жерді мұна -1 деп тұр. Ал енді мұнаны -2 деп тұр. Біз -2-ден -1-ге дейін дедік қой. Яғни -2 артқысын алмайды, -1-ді. Е шықты сондықтан. Ал енді substr деген бар. Бұны көрейік. Бұл деген жерге жазайық. Міне, біріншісі from дейді. Қай жерден бастайды және ұзындық дейді. Екеуіне оқсамайтын жері бұның екінші аргументі ұзындық. Біріншісі индексі. Яғни 0-іміз S болды ғой. 1-іміз A. 1 дейік біріншісін. Ал екіншісін ұзындығы дейік 2. 2 болса біздің ойымыз бойынша A, L деген екеуінген алу керек қой. Міне шықты. 3 болса, 4 болса әлем болсын. Міне. Осы бұдардың негізінде ішінде ең көп қолданылатыны осы slice. Одан кейін substring деген осы екеуі көп қолданылады. Substr деген өте көп қолданған жерін көрмедім. Ал енді басқадарын көрейік. Upper lowercase дейді.
әстиерді uppercase'ге айландырып етсек, яғни to uppercase деу арқылы бұны үлкен жазуға айландыруға болады. Мында барлық үлкен жазу болып кетті. Ал енді to lowercase деген бұл кішкене жазу. Мында барлық кішкене жазу міне. To camel case деген бар ма екен? Ондай жоқ екен. Ал енді конкатты көрейік. Конкат деген жалғау деген сөз. Оның грамматикасы былай. Бірден ең керегім жалғау деген сөз ғой. Онда әстер конкат міне. Мен жерге бос орын қойайық. Одан кейін сәлем нұрлы әлем дейік. Не шығады екен? Сәлем нұрлы әлем деп жалғап шықты. Бұны жазбасақ не болады екен? Міне. Сәлем нұрлы әлем. Екеу бір-біріне жабысып қалды. Ал бұлай жазсақ та болады. Міне. Сәлем нұрлы әлем. Ал немесе тіпті бұлай жазсақ та болады. Әстиерді жалғайық. Оған әстиерді жалғап, оған әстиерді жалғап деп барлығын жалғап тастасақ болады. Сәлем нұрлы әлем, сәлем, сәлем, сәлем деп бірақ шықты. Мұн жағы тіпті қанша жалғасаңыз да бола береді ғой. Бүйтіп артына бос орын қойып, тағы жалғайық. Әстиер деп. Сәлем нұрлы әлем, сәлем, 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 сәлем дейді. Бұл жалғау. Енді char at дейді. Бұнда көре салайық. Алдымен шығарамыз мынаны. Әстиер char at міне post дейді. Яғни position орны нөмір дейді. 0-ші орын S, 1-ші орын A. A-дікін көрейік. A дейді. Яғни 1-ші орындағы шар A дейді. 4-ші орындағы шар M дейді. Ал енді қайсы орынды белгілесеңіз, орнын берсеңіз болды, сол жердегі шарды алып шығады. Яғни әріпті алып шығады. Шар деген әріп деген сөз. Ал енді шар код дейді. Бұны көрейік. 4-ші орындағы жаңағы M деген ғой. M-нің шар кодын көреміз. Яғни 109 дейді. Бұл қалай кеп шықты дегенде, әрбір әріп компьютер жүйесіндегі әрбір әріптің өзіндік ASCII деген коды болады. Осындағы мәні. Жерден біреуін қарай салайық. Міне әй деген жаңа ем дегенді көрдік. Ем деген 109 дейді. Жаңа шыққанымыз 109 ғой міне. Ал енді міне әй деген болса кішкенесі 97, үлкені 65. Мұнда біздің латынша жазударында тұр. Біздің латынша қазақшаныкі мынау. Ал енді мынадар осы ағылшынша, латын ағылшыншадар. Ал мына жерде сандар бар. Мына жерде әртүрлі белгілер. Мынадарда тыныс белгілері. Ал мынау
тіл тақтамыздағы бос орын қалдыратын ал міне сан 0-ден 9-ға дейін. Оның ASCII коды 48-ден 57-ге дейін. Ал енді үлкен кішілік таңбалар, одан үлкен A 65-тен басталады, Z 90-нан аяқтайды. Одан тағы таңбалар. Одан кейін 97-тен бастап кішкене басталып 122-ден аяқталды, Z. Одан кейін мынандай, одан мына латыншалар, осы сияқты әртүрлі таңбалар барлығы осы ASCII өлшемі бойынша осы жерде бірақ кестеленіп белгіленген. Барлық компьютердағы осы таңба кодтар бірақ осы бойынша жүреді. Бұны өздеріңіз ары қарай жалғастырып зерттеп көріңіздер. Unicode деген бар. Ал енді property access дейді, яғни қасиеттерін көрейік. Қасиеттер бойынша arrayға айландыру, яғни stringді array ретінде көру. str 0 десек, мынау деген сөз arrayді үйренгенде көреміз, яғни мына stringlation-дегі string type-тағы осы сөзді arrayға айландырып алған. Осының 0-шісі, яғни бір әріп деген сөз, бір шар, яғни str дегенді arrayға айландырып жіберсек, мынаны apply және a l e m сәлем. Осылай болады. Осының 0-шісі, яғни ішіндегі барлық нәрсе 0-ден басталады дедік қой. 0-шісі, 1-шісі, 2-шісі, 3-шісі, 4-шісі. 0-шісі болса, мына жерде көрейік. S шығу керек. 3-шісі болса, E шығу керек. Осылай болады. Одан кейін stringді arrayға айландырамыз. Бұл өте оңай. str split деген бар, яғни бөле саламыз. Неменеге қарап бөлеміз дегенде бос қып бөле салайық. Бос қып бөле салды деген сөз міне. Мынауда бір бостық, мынауда. Төті бөле салсақ, міне сәлем. Мынаны string arrayға айландырып еткен. Мына жазғанымыз шар ғой. Мында ішінде 5 элемент бар. Мына array'дың length 5 дейді. Ал әрбірі 0-ден 4-ге дейін. Осының 0-шісі десек, бұл жаңағы str 0 дегенмен ұқсас. S. Stringмен таныстық. Бұны өздеріңіз содан ары қарай зерттеп, қосып, алып, жалғап дегендей. Өздеріңіз сөйтіп көріңіздер. Енді мен басқа тайптарын өтім келер сабақта.